Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз үй жағдайында компот әзірлейміз. Ол үшін қажетті заттарды жақсылап жуып, тазалап, қажетсіз заттардан арылтып, ыдысымызға сиятындай етіп, бөлшектеп тураймыз. Бұл компоттың құрамында, яғни көріп тұрғандарыңыздай, алма, қызыл өрік және жүзім болады. Жақсылап бөлшектеп турап алғаннан кейін компотымызды жасауға кірісеміз. Қызыл өріктен міндетті түрде қосуға тырысыңыздар. Қайнаған сумен банкамызды шаямыз. Содан кейін стерилді банкамызға туралған жеміс жидектерімізді саламыз. Қызыл өрік қоссаңыздар, компоттың түсі де, дәмі де өте әдемі болады. Бұл компот қышқыл да емес, тәтті де емес, орташа деңгейде компот болып шығады. Жеміс жидектерімізді тазалап салып болғаннан кейін банкамызға қайнап тұрған суды толтырып құямыз. Осылай құямыз. Су міндетті түрде сақырлап қайнап тұрған болу керек, чтобы жеміс жидектеріміздің дәмі шығып пісуі үшін. Осылай құйып, жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін компотымызға құйылған суды қайтадан осындай ыдысқа құйып, кастрюляға құйып, үстіне 200 грамм, 2 литрге 200 грамм қант қосамыз. Қантты қосқаннан кейін газге немесе плиткаға қойып, қайнатып аламыз қанты ерігенше. Қантымыз ерігеннен кейін қайтадан банкамызға құйып, ыстықтай құйып, түсін көрдіңіздер ғой, қып-қызыл әдемі болды. Не үшін қайтадан құйып қайнатамыз? Барлық банкадағы компотымыздың дәмі бірдей болу үшін қайтадан қайнатып құямыз. Құйғаннан кейін осылай банкамыздың аузын жауып, бұрап, чтобы ауа кіріп кетпесін, ауа шықпайтынын тексеріп, жақсылап жабамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қонақ күткеннен кейін қалған жеміс жидектерді де осылай тез-тез қайнатып алсаңыздар болады. Көп уақыт кетпейді. Осылай жақсылап ауа шықпайтындай етіп, ауа кірмейтіндей етіп бұраймыз. Кейін тексереміз. Егер су ақпаса, ауа шықпаса, банкамыз жақсы жабылды деген сөз. Осылай қойып қоямыз, теріс қаратып. Компоттарыңыз дайын, дәмді болсын.